Қазығұрттың баурайында өткен тағылымды шара ел ағасы өнегелі өмір сүрген азамат Көпжасар Мәден ұлын еске алуға арналды. Бұл қаралы жиын емес, қайта ардақты тұлғаның өмір жолын дәріптеп, ұрпаққа өнеге етерлік естелік кеш. Жиналған қауым ардақты ақсақалдың өмір жолына тағзым етіп, мағыналы бас қосу өткізді. Қара домбыраны серік етіп, ән мен жырды өмірінің ажырамас бөлшегіне айналдырған Көпжасар Мәденұлы табиғатынан ақын, өнердің қадірін ұғынған азамат еді. Таңды таңға жалғап, баян мен ән салып, сөздің шырайын келтірген сәттері әлі де ел аузында аңыз болып айтылып жүр. Оның әрбір әні мен жыры туған жерге, елге деген шексіз сүйіспеншілігінің айғағы. Өзің туған әкең туралы бір сөз айту, бір жағы қиын, бір жағы қызықта. Біз енді жаңағы өздеріңіз байқағандай, біздің әкемізді өз ақын болған, жыршы болған, сол әкеден жұқысы болған, бізге бәрімізде осы музыкалық аспаптарды ойнаймыз. Анамыз 15 құрсақ көтерген, соның жаңағы 12-сі аман есен өскен. Менің әжем де 15 құрсақ көтерген. Менің әкем әжемнен бірақ өзі қалған. Өзі ас деген жылдық ас деген болады. Жаңағы атасы, анасы болмаса туысқаны қайтыс болғаннан кейін 1 жылдан кейін оны ас береді. Ол ас азалы ас, ол қайғылы, азалы ас болады. Ал енді мынандай бірнеше жыл өтіп кеткен кейін біздің әкеміздің өнерлік болғанына 30 жылдан асып кетті. Оны еске алу асы дейді. Бұл анандай азалы болмайды, бұл кәдімгі тойға ұқсас болады. Бұрынғы қазақтың ескі дәстүрін жаңғыртып, қазіргі жастар ұмытып баратыр ғой дәстүрдің бәрін. Соларға бір жағы үлгі болсын деп ас беріп жатырмыз. Көпжасар ақсақалдың өмір жолы тек шығармашылықпен шектелмейді. Ол тағдырдың да талай сынынан өткен. 15 құрсақтан жалғыз аман қалған сәбиге ата-анасы Көпжасар деп ат қойып, оның өмірден көп жасар деп үміттенген еді. Сол үміт ақталды. Артында өшпестей із қалдырып, ел жұртына еңбегімен танылды. Бұл ата-ана, әке-шешенің жаңа парызын орындаудың бір ғана бөлімі деп ойлаймыз. Өйткені біздің әкеміз бен шешеміз 14 бала болып, сол 14 баланың асырап, соларды бағып осындай дәрежеге жеткізген. Сол әке-шешеміздің арқасы. Әкеміз өз негізі Көпжасар деген бәрі біледі, осы Ақпан деген бабамыз болған біздің 7-ші ұрпақ. Сол кісінің шөпшегі болып келеді менің әкем. Содан тараған. Бірақ әкем жалғыз болған. Содан әйтеуір Алланың бұйрығымен жаңағы біздің анамызға үйленіп, содан 14 құрсақ. Екі қызден бар біздерде жаңағы. Аллаға мың шүкір, мінекей содан өсіп өріп отырмыз. Сол неше уақыттан бері осындай ас жиындар беріп тұратынбыз, бірақ бұл жолы үлкен көлемде бір кішкене өткізейік деп ниет қылып, туған туысқандарымыз бәріміз ортадан осылай әкеміз бен шешемізге Құран бағыштап, осындай үлкен бір жиын жасап жатырмыз. Әке-шешеміздің енді әруағы риза болсын дейміз. Алдарынан жарылқасын, қолдан келгенше әйтеуір осындай Аллаға әйтеуір ниет қылып осындай жиын өткізіп жатырмыз. Шара барысында өтті өмір өрнекті атты естелік кітаптың тұсауы кесілді. Өрнекті өмірдің айшықты беттері қатталған бұл еңбек кейінгі ұрпақ үшін құнды мұра болмақ. Кітапта ардақты азаматтың бастан кешкен қилы тағдыры, елге сіңірген еңбегі жан-жақты баяндалған. Ұрпаққа ұлағат, жастарға жол сілтер өнегелі өмір, әрбір азаматтың баға жетпес байлығы. Аталмыш еске алу шарасы осының айқын дәлелі болды. Көпжасар Мәденұлының жарқын бейнесі ел есінде мәңгілік сақталмақ. Әлия Құралбек, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.